қазір намазхан жігіттерде мынандай нәрсе бар ғой. Намазда ойымыз бөлінеді дейді ше. Намаз отырса ойыңыз жан жаққа алып қашады ой. Соның себептерін айтқым келіп отыр да. Біріншісі соның бір кісілер сұрайды. Мен намазда ойым бөлінеді ғой дейді. Сонда айтады, ұстаздар айтады. Сен дәретте кетіп қалғансың дейді. Дәретте кетіп қалғансың. Кейбір кезде біздің кейбір жігіттер мынау сүннет деген нәрсеге мән бермейміз. Фарыз орындалса болды деп ойлаймыз да, сүннетке мән бермейміз онша ше. Қараңыз. Дәрет алу әшін кезде сүннет қой, бірақ намазға дәрет алу бұл парызға айналады. Намаз үшін дәрет алу бұл парызға айналады. Қараңыз, не үшін біз намазда ойымыз бөлінеді десе, соның себебінің бірі дәрет алып отқан кезінде біз әңгімелесіп отырады екенбіз де, дәрет алай отырасыз. О, қайда бардың? О, не болды? Не болдың? Ой деп ше. Не қаншадан болып жатыр деген сияқты. Байқайсыздар ма? Дәрет алып отқан кезде жаныңыздағы адаммен әңгімелесе отырасыз ғой, соны айтады. Болды, сен намазда уже құлшылық деген, құлшылық сенде ықылас болмайды дейді. Құлшылық дейді ғой. Өйткені дәрет не бұл? Тазалық па? Дәрет негізі бұл құлшылық, тазалық, рухани тазалық десек те ше. Бұл құлшылық кәдімгі. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Дәрет аласыздар, әрбір аққан сумен не төгіледі дейді? Күнәң төгіледі дейді. Демек бұл құлшылық. Дәрет жақсылап алған адамның күнәсі де кешіріледі жайлы хадистер көп қой. Қараңыз, сонда біз дәрет алып отқан кезде біз қай жаққа дайындалып отқанымызға мән бермейді екенбіз да. Солай айтады. Дәретіңді ықылассыз мән бермей. Енді қараңыз, дәреттің сүннеттері бар. 14, 15 деп келеді, 17 деп келеді. Сол сүннеттерін білетін болсақ бар ғой, оң жақтан бастау, бисмиллахмен бастау, 3 реттен істеу, рет-ретмен істеу, қыблаға қарау, дәрет алатын жерің сен отырған жеріңнен былай төмендеу болу. Енді көп айта берсең ше. Әр мүшеңді жуған кезде дұғаларын айту деген сияқты ше. Сіз егер осылардың бәріне мән беріп отыратын болсаңыз бар ғой, онда жанындағы адаммен сөйлесуге уақыт болмайтын еді да. Қарасаңызшы, біздегі ықылассыздық, сүннетке мән бермегеннен біз уже кетіп жатырмыз да. Сонда бірінші себеп, дәретте сен лағып отқансың дейді. Болды. Намазда енді соны қорытып тұрасың дейді да. Екіншісі одан кейін. Ғалымдар айтады, намазға тұратын кезіңде анау алдымен маңызды тірліктерін тындырып ал дейді. Біреумен сөйлесу керек болып тұр ғой, үйдесіз да енді. Біреумен сөйлесу керек болып тұр ма? Сен алдымен сөйлесіп ал дейді. Оны намаздан кейінге қалдырма. Өйткені сен намазда соны ойлап тұрасың бәрібір. Әйел адамдарына көбірек қатысты шығар, енді еркек адамдар үйінде шай қоймайтын шығар. Бірақ еркек болсын, әйел болсын, ана үйіңізде газға шай қойып қойдыңыз ба, бір су қойып қойдыңыз, бір нәрсе істеп қойдыңыз, үтік қосып қойдыңыз ба, өшір ананы. Намазға тұрар кезде ана газды өшір, үтікті суыр, ана телефонды өшір, ана телефонды. Неге? Сенің намазда ойыңды бөлмейтін болсын анау. Өйткені шайтан лағынеті әйтеуір бір нәрсені тауып береді. Ана газың сенің өртенеді газ. Ана үтік газ өртенеді. Сен телефоның не болды деген сияқты ше. Кез келген жерден шайтанның лағынетінің жұмысы сіздің намазыңызды бұзу ғой. Әйтеуір бір нәрсені ойға салады. Сол үшін айтады, ана маңызды болып тұрған тірлігіңді бірінші тындыр дейді да. 5 минут кешігіп оқысаң да тындыр ананы. Одан кейін барда жай барқат тұрып намаз оқы дейді. Қарасаңыз жағалар, намазға дайындалатын кезде бар ғой, біздегі сезім мынандай болу керек қой. Мысалы, Али радиаллаху анху айтады ғой, дәрет алып отқан кезде түсі өзгеретін болған. Сонда не дейді? Не болды деген кезінде, мені кімнің алдына бара жатқанымды білесіңдер ма деген нәрсе ше. Намаз, қарасаңыз жағайындар, намаз бұл сен Раббыңның алдына тұруға дайындалып жатқан нәрсе ғой. Оңай нәрсе емес ағайындар. Қазір әкімнің алдына кіресің десе қалай дайындаласың? Әкімнің алдында отырып, басқа нәрсе ойлап отырмайсың. Ол жерде әр сөзіңе мән беріп, сөзіңді ішіңнен қайталап барып, дұрыстап шатасып қалмау үшін ше. Ал әлемдердің Раббысы Алла Тағаланың алдына бара жатсың, беймарал шортимен, мысалы үшін бізді кейбіреу біреміз кейбір кезде. Тірліктердің бәрі тұр, телефон ана жерде өшірмейсің. Звондаса кім екен деп тұра береміз да. Соны айтады, қарасаңызшы, бір қуантатын нәрсе айтайын. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам миғражда болған ба? Миғражда болған. Ол мүмкіндік бізде де бар екен. Не дейді? Мүъминнің намаз миғражы дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам миғражда Алла Тағаланың алдында болды ғой. Біз намазға тұрған кезде намаз біз үшін миғраж екен ғой. Сіз Алланың алдында тұрсыз. Бірақ енді миғражда екем деп бір күн
намаздан шығып маған жәннат тозақ көрсетілді деп артық кетіп қалмаңыз. Бұл пайғамбарларға тән нәрсе ғой. Бірақ біз намазда тұрған кезде Раббыңның алдында тұрсың. Қарасаңшы қайқа дайындалып жатсыз. Және не дейді? Намаз екі намаздың арасындағы күнәларды кешіреді дейді. Сіз сондай нәрсеге дайындалып жатсыз. Сіз Раббыңыздың алдында тұрайын деп тұрсыз. Алла тағала сіздің күнәларыңызды кешірейін деп тұр да, ал сіз мына жерде тұрасыз да газды өшірдің ба, өшірмедің ба?